Assalamualaikum armысыздар құрметті көрермендер және СТВ Channel Әмбебаптың YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Біз көпшіліктің сұрауы бойынша бүгінгі видеомыздың тақырыбы бұл жемдердің бағасы туралы қазір сіздерге ұсынатын боламыз. Комментарийда осы жемдердің бағасын түсірші деген ұсыныс келгендіктен бүгінгі жұмысты бүгінгі сенбідегі көрінісімізді осы жемдердің бағасымен толықтыра түсеміз. Kendiniz tanıştırып жіберсеңіз, жемдердің бағасы қанша болады? Мына күнжара дейді, 130 теңгеден. Килограмм 130 теңгеден. Килограмм 130 теңгеден. Қабы қанша? Қабына тартамыз әртүрлі шығады. Қабы қанша шығады мысалы күнжара? 4,5-5 мың арасы. Күнжараның қабыны тартатын болсақ, 4,5 теңге, 5 мың теңгенің арасында шығады килограммы? 130 теңгеден. Килограммы 130 теңгеден, жоқ қанша кило шығады бір қапта? 35-40 арасында. 35-40 килограмм шыға деген соның арасында. Бұл күнжара. Мына екінші комбикорм, тауықтардың комбикорм. Бұл тауықтарға арналған ғой, тауықтарға. Құстарға арналған, иә? Шөжектерге, тауықтарға, үндіктерге болады ма? Комбикорм. Қанша деп жатсыз бұның бағасы? Килограммы 100 теңгеден, қабы 40 кило шығады, 4 теңге болады. Иә, килограммы 100 теңгеден 40 килограммдай шығады дейді, 4 теңге болады бір қабы. Мынау 3600 теңге дейді. Қабы, иә, 3600. Килограмм қанша? Килограмм шығады бір қабы, килограммы 76 теңгеден түседі. Килограмм 76 теңгеден. Бұны не деп айтады бұны? Құрама жем, комбикорм, рыбатон деп айтады. Иә, бұны витаминдері көп дейді ма? Қалай? Жылқы сиырларға арналған. Жылқы сиырларға арналған, иә, комбикорм жылқы сиырларға арналған. Бұл енді ұн сияқты ғой бұл. Бұл екінші сорт 50 кило. Екінші сортты, екінші сұрыпты 50 килограммдық ұн. 5700 теңгеден қабы, иә? 5700 теңгеден қабы. Мынау екінші 100 теңге деп тұрған бұл Қостанайский северный бидай. Бидай ғой? Иә. Қостанайлық Ржаной бидай. Ржаной? Иә. Ржаной бидай деп айтылып жатыр. Бағасы 100 теңгеден килограммы. Қабы? Қабы 50 кило 5 мың теңге болады. Жалпы бір сұрақ қойым келіп отыр. Мына қаптап алған кезде килограммнан бір үнем бола ма килограммнан? Сонда 90 теңгеден 80 теңгеден түсу ықтималдығы бар ғой негізі. Иә, ағайындар көріңіздер, килограммнан алған кезде бағалары осы көрсеткен бағамен бірдей 100 теңге, 130 теңге, бірақ қаппен алған кезде бұл баға сәл түсереді. Соны ұмытпаңыздар. Мына 115 теңгеден. Бұл да бидай, е? Иә, бұл месін өзіміз дұрыстамын бидай. Бұл осы мекендік бидай, Түркістан қаласының бидай дейді, 115 теңгеден килограммы. Мынау 4000 теңгеден қабы, е? Құрама жем стандарт деген құрама жем. Қандай? Стандарт деген құрама жем тараздан шығады бұл. БМ деген аты. БМ деген тараздан шығатын бұл да комбикорм түрі. Сиыр, қой, ат бәріне болады. Сиыр, қой, ат, жалпы 4 түрлік мал түрлерінде қолданатын жем түрінің бірі қабы 4000 теңгеден. Көтерме бағада сатасыздар ма негізі? Көтерме бағасы да бар. Қазір видеоның астында ұялы телефонында жазып кетеміз. Тапсырыс берсеңіздер, келіссеңіздер, бағасымен келісім түрде бағасы шығады телефон арқылы. Мынау 2800 теңге 30 килограмм. 300 сорт ұн, е? Бұл да ұнның түрі екен, 3-ші сұрыпты ұн 30 килограмм шығады бір қапта 2800 теңге. Мынау 100 теңге деген? Бұл тауық жемі. Тауықтың жемі, құстардың жемі. Үндіктерге де болады, е? Құстардың жемі 100 теңгеден килограммы. Қабы қанша болады? 4000 теңге 40 кило. Қабы 4000 теңге 40 килограмм шамасы шығады ағайын. Мына бір 2800 теңге деп тұрған бұның аты жөні? Күнжара. Килограмм 120 теңгеден 23 кило шығады, бір қабы 2800 теңге. Килограммы қабы 23 килограмм шығады, килограмм қаншадан? 120 теңгеден болады екен, қабы 2800 теңгеден. Қаппен алсаңыздар сәл ұтасыздар, алушыларға бір ұтыс бар. Мына 4000 теңгеден, е? Бұл да комбикорм сияқты, бірақ басқаша, майдалау. Майдалау, сиырларға арналған, бордақылау марларға арналған. Бұның құрамында не бар, соны түсіндіріп жіберсеңіз? Құрамында 7 түрлі жем болады. Бұның ішінде бидайы, жүгерісі, ұны, тұзы бәрі өзінде болады. Осыны берген соң басқа жем беру қажет жоқ. Құр осымен бағуға болады малды. Иә, көрермендер, өздеріңіз көргендей, бұл комбикормдардың түр сорттары әр қаладан шығады. Мына қай жерден шығады? Алматинский. Бұл Алматы қаласында шығады екен, мынау Тараз қаласында шығады 4000 теңге. Анау 3600 теңге? Қай жерден шығады? Ақтөбе қаласынан шығады екен. Бұның құрамында 7 түрлі витамин түрлері бар дейді. Бидайы, ұны, жүгерісі, тұзы, тағандай? Тұзы, ұны, бидай, жарма, бәрі араласқан. Жармасы, осындай жем шөп түрлері араласқан.
Мал бордақылауға арналған жемдердің түрі. Мына бір жүгері бағасы жазылмаған екен. Жүгерінің бағасы 115 теңге. 115 теңгеден килограммы. Қапта баса келістіреміз бұнда. Қаппен алсаңыз, қаптың килограмм тартады, таразыға содан бағасы шығады дейді. Қай жердікі бұл жүгер? Осы Түркістанның қаласының жүгерісі. Мынау күнжара ғой. Кебек кешіресіздер. Мына бір кебек 1500 теңгеден қабы. Қабы 20 килограмм шығады. 20 килограмм. Қабы 20 килограмм шығады деген. Килограммна баса қанша болады? 75 теңге. 75 теңгеден түседі килограммы. Ағайындар, көрдіңіздер жем-шөп түрлерін Түркістан қаласындағы сатылып жатқан бұл көрсеткен бағалары Ататүрік көшесінде 240-ші үйде орналасқан жем сату орталығы. Ұялы телефон жазып жібереміз астында. 878 566 9706 ұялы телефонына хабарлассаңыздар осы жем түрлерінен саудасын жасай аласыздар. Түркістан қаласында осындай баға түрлінде жем шөптер сатылып жатыр. Енді біздің СТВ Channel Әмбебаптың YouTube арнасында қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Біз сіздердің ұсыныстарыңызды орындайтын боламыз. Қоштаспаймыз, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар ағайындар.